Сәлем достар, сіздермен бірге Кинофан арнасы. Бүгінгі видеода 2020 жылы шыққан ужастик фильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Джун есімді ойыншы жігіт үйінде жалғыз тұрады. Ұйқысынан тұрып ол анасының алу керек нәрселерді параққа жазып кеткенін көреді. Сәл уақыт өткеннен кейін ол өзінің веб-камерасын қосып тікелей эфир жүргізеді. Бірақ достары хабарласып, оған тезірек телевизор қосуын айтады. Жаңалықтарда көптеген адамдардың агрессияға ұшырағанын ұшырағанын да біледі. Жігіт өзінің есік алдында да адамдардың жүргенін байқайды. Сәлден кейін есікті ашпақшы болады. Есікті ашқан бойда оның үйіне өзінің көршісі кіріп кетеді. Жігіт таңғалып одан өзінің үйінен шығуды сұрайды. Кейінірек ол жігіттің көзінен қан аға бастайды. Толықтай зомбиге айналған жігіт жеп тастайды. Жігіт есікті тоңазытқышпен бекітіп тастайды. Жаңалықтарды көріп жатқан бойда оған анасы хат жазады. Хатында олардың аман есен екені, сонымен қатар оларда тығылып отқаны белгілі болады. Джун тамақтарды күндерге реттейді. Азанға қарай жаңалықтардан тірі қалған адамдардың есі ауысқандардан сақ болу керегін баяндайды. Бұл вирус тістеу арқылы беріледі. Жігіт өзін интернетке салып көмек сұрайды. Сонымен қатар жақын арада адамдар бар жоғын білу үшін дрон жібереді. Дронның заряд қуаты аз болғандықтан ол жерге құлайды. Түнге қарай жігіт полиция қызметкерін қалай зомбилер қинап жатқанын көреді. Жігіт қызға қарап терезеден айқайлайды. Жігіттің үйінен де есіктен дыбыс естіледі. Зомбилердің бірі үйге кіріп кеткен екен. Зомбилермен күресу мүмкін емес еді. Сол себепті жігіт балконға қарай жүгіреді. Балконға қарай барған кезде ол еңкейіп зомбиді өлтіреді. Келесі күні оның үйінде ішуге су болмағандықтан ол бұрынғы арақтарын іше бастайды. Шығады. Азанға қарай мас жігіт үйінде билеп жүреді. Мас жігіт өзінің үйінде анасын елестете бастайды. Бірақ жігіт бұның бәрі өтірік екенін біліп жынданады. Я могу только видосики снимать. Чудо, что я вообще еще дышу. Жігіт суретке түсуге арналған құралды алып, интернетті іздеп табады. Ол анасынан келген дауыс жазбаны көреді. Әкесі, анасы, әпкесі үшеуі бірге тығылып қалған екен. Бірақ оларды тірілей зомби жеп жатқан естіген жігіт жынданады. Жігіт ашуланып үйінің алдындағы коридорға шығады. Ол жақта гольф тақтаймен вирусқа ұшыраған адамды ұрады. Оның дыбысы бір топ зомбиді өзіне қаратады. Жігіт коридор арқылы олардан қашады. Әрең дегенде олардан тығылып құтылады. 20-ші күнде өтеді. Жігіт тұратын қалада жарылыс болып жатады. Бүкіл тоқтарды өшіріп тастайды. Жігіт нашар халде болып өзінің соңғы видеосын жазбақшы болады. Қолынан ештеңе келмейтін жігіт асылып өлмекші болады. Бірақ өлейін деп жатқан кезде оның бетіне біреу лазер тұтады. Жігіт жіптен шығып үлгереді. Джун айнадан өзіне қарап тұрған қызды көреді. Вот же кретин. Жігіт қолын былғай бастайды. Қыз да жауап беретінде қолын былғайды. Қыз ұйықтамақшы болады, бірақ ол коридордан өтіп бара жатқан зомбилерді естиді. Бірақ зомбилер кері кетіп қалып, қыз уайымдамай ұйықтайды. Келесі күні Джун айнадан шығып қызды көреді. Ол екеуі бір-бірінің атын телефонға жазып көрсетеді. Қыздың есімі Ким Юбин болады. Бірақ олардың әңгімесін қыздың үйіне кіріп кеткен зомби бөледі. Зомби қыздың құрған тұзағына түсіп қалған. Қыз болса ойланбастан оны балтамен шауып өлтіреді. Келесі күні қыз жігіттің аш екенін түсінеді. Қыз тамақты жіппен лақтырмақшы болады, бірақ ол жерге түседі. Жігіт ұзын жіпті дрон арқылы оның терезесіне дейін апарады. Жеп арқылы қыз оған тамақ жіберіп отырады. Жігіт қызға өз рахметін айтып тамағын жеп алады. Бірақ жігіт қызға жерге қарауын сұрайды. Жерге қараса зомби қыздың жібін алып оның терезесіне қарай шықпақшы. Зомби жіпті қатты тартып қалады. Оған байланған стол да қатты тартылады. Қыз талып қалады. Жігіт не істерін білмей зомбиге дрон арқылы шабуыл жасайды. Бірақ зомби оның дронын сындырады. Зомби балконға шығайын деп жатқан кезде қыз өз есін жинап оның қолын балтамен шауып түсіреді. Келесі күні жігіт өз құралдарын жинап көрші үйлерден тамақ алмақшы болады. Жақын жердегі көршісінің үйіне барған кезде көптеген тауға шығуға арналған құралдарды көреді. Бірақ кенеттен оған зомби шабуыл жасайды. Жігіт одан әрең дегенде құтылып өзінің үйіне қарай қашады. Бірақ сонда да жігіт азғантай тамақ пен рация алып үлгереді. Жігіт рацияның біреуін азғантай тамақтармен қосып салып қызға қарай жібереді. Қыз рацияны алады, екеуі бір-бірімен әңгіме соға бастайды. Сонымен қоса екеуінің жақсы көретін тамақтары бір екені де белгілі болады. Жігіт болса қызға оның өмірін құтқарып қалғаны үшін рахмет айтады. Сол кезде қыз да өз-өзіне қол жұмсамақшы болғаны белгілі болады. Бірнеше күннен кейін аш зомбилар үйлердің ішіне адам іздеу үшін кіреді. Почти у двери. Юбин жігіттің квартирасында 8-ші этажда зомбилар жоқ екенін көреді. Сонымен қоса сол жаққа бармақшы болады. Қызға көптеген зомбилер шабуыл жасай бастайды. Қызға бір зомбиға қарай бет алады.
Олар 8-ші этажға қарай бара жатқан кезде бір зомбиді көреді. Ол зомби айқайлап барлық зомбилерді өзіне қарай шақырады. Бүкіл есіктер жабық, қыз бен жігіттің өмірі біткен секілді. Кенеттен есік ашылады. Ол жердегі бір жігіт екеуіні өзінің бөлмесіне қарай алып кетеді. Ол екеуіне дәмді тағамдарды береді. Сонымен қоса радиодан тірі қалған адамдарды іздегенін баяндайды. Юбин оның отбасының суретін көреді. Сонымен қоса бала тамақтандыруға арналған құралдарды да көреді. Юбин жігіттен оның отбасы қайда деп сұрайды, бірақ жігіт кенеттен олар жоқ деп жауап қайтарады. Оджунның есі ауысып құлайды. Қыз ол жігіттің арам пиғылы бар деп күдіктенеді. Жігіт талып қалған Юбинді басқа бөлмеге қарай алып кетеді. Ол қызды зомбиге айналып кеткен әйеліне бермекші болады. Жігіт әйелі байланған жіпті жаймен босата бастайды. Юбин үстінде тұрған зомбиді көріп қатты қорқып кетеді. Сол сәтте Оджун да есін жинап жігітке қарай мылтық тақайды. Сол кезде жігіт әйелі байланып тұрған жіпті жібере салады. Оджун тезірек сол жіпті ұстап алады. Оджун одан қызға көмектесуін сұрайды. Жігіт Оджунның жерде жатқан көріп оның мылтығын алып алады. Бір кезде Оджун жіпті жібереді. Бөлме тынышталып қалады. Оджун қатты қорқып кетеді. Жігіт жайлап есікті ашып көреді. Юбин зомби әйелдің бетіне мата жауып оның күйеуіне қарай лақтырады. Зомби өз күйеуін тістейді. Қыз екеуін де атады. Мылтықтың дауысы зомбилердің назарын аударады. Екеуі біткен жеріміз осы деп ойлайды. Сонымен қоса өз-өздерін мылтықпен атпақшы болады. Қыз жігітке оны атсын деп мылтықты береді, бірақ жігіт оны бәрібір де ата алмайтын еді. Бір кезде олар терезеден ұшып жүрген ұшақтарды көреді. Екеуі төбеге қарай шығып бара жатады, бірақ зомбилер олардың арттарынан қалмайды. Екеуі төбеге қарай шығады. Олар есікті бар заттармен бекітеді. Зомбилер есікті бұзып кіреді. Осы сәтте вертолет те келеді. Солдаттар ол жердегі зомбилерді атып, қыз бен жігітті вертолетқа қарай кіргізеді. Қалада көптеген адамдар зомбиге айналып кеткен екен. Тірі қалған адамдардың суретін пост қылып іліп қояды. Сол жерде Оджунның көмек сұраған суреті де бар. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм жайлы пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Сонымен қоса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кинофан арнасы. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.